Көрпеге қарай көсілетін уақыт келді. Президент көрпеге қарай көсілу жайлы жиі айта бастады. Халықты әлде бір қиындықтан сақтағаны ма? Қазақстан үкіметі елдегі жанар-жағармай бағасын реттеуге араласпайтын болды. Ақпаннан бастап бәрін нарық шешеді дейді. Ақ жол партиясының төрағасы Штрафстан сөзін орынсыз болды дейді. Армысыздар, құрметті көрермендер. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Және көбірек лайк басып, тақырыпты қызу талқылай отыруға шақырамын. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев шоу-бизнес, қоғам белсенділері мен депутаттарды елді мазақ қылуға әуестеніп барады деп сынады. Бұл пікірін үкіметтің кеңейтілген отырысында айтты. Президент нақты ешкімнің атын атамады және елді мазақ қылған қандай сөз екенін де айтпады. Өзінің дипломат ретіндегі дағдысына салып, тұспалдап қана өте шықты. Ол былай деді: кейбір азаматтар елімізді мазақ қылуға әуестеніп барады. Мысалы, өзге елдердің өкілдері жоқ жерден керемет жетістіктерді, табыстарды тауып алып, оны шетелге жан-жақты насихаттап жатады. Ал біздің азаматтар, бұлардың ішінде шоу-бизнес өкілдері, өзін-өзі қоғам белсендісі санайтын жастар, тіпті депутаттар да бар. Қазақстанға неше түрлі лақабат қоятын болды. Бұл енді мүлдем түсініксіз, ақылға сыймайтын нәрсе. Президенттің бұл сөзін қоғам әлеуметтік желідегі жұрт ең алдымен Ақ жол партиясының төрағасы, мәжіліс депутаты Азат Перуашевқа бағытталды деп ұқты. Желідегі жұрт солай жазып жатты. Өйткені осыдан бір ай бұрын мәжіліс отырысында үкіметке кәсіпкерлерді айыппұлмен қысып барасыңдар деп ашынған Перуашев мырза Штрафстан сөзін қолданған еді. Алайда президенттің сөзінен соң бүгін мәжіліс дәлізінде әккі журналистер Перуашев мырзаны ортаға алған. Тоқаевтың сөзін алға тартып пікір сұрағанда бір ай бұрынғыдай емес, депутаттың арыны басылып қалғандай көрінді. Ол сөзді қолданғаным дұрыс болмады дейді. Штрафстан сөзін депутат Перуашевтың әріптесі депутат Асхат Аймағамбетов те әлеуметтік желідегі бір жазбасында пайдаланған. Сондай-ақ азаматтық белсенділер де қолданады. Мәселен, өткен дүйсенбі күні ғана Оян Қазақстан қозғаса, Алматы ортасында көшеге Қазақстанды Штрафстан деп атауға тыйым салынады дейтін жазуы бар теледидар қойып, сатираға сүйеп акция өткізген. Желіде қарапайым адамдар да бұл сөзді көп қолданып жатыр. Президент ешкімді атамаса да бұл азаматтық қоғамға жіберілген саяси сигнал дейді саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт. Сигнал демекші, үкіметтің кеңейтілген отырысында президент көрпеге қарай көсілу туралы айтты. Бұл елдегі қымбатшылық, инфляция, экономикадағы қиындық, геосаяси ахуалдың бәрін біріктіре келе айтылған сөзі болса керек. Бір байқағанымыз, соңғы кезде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың аузынан осы тіркес жиі естіліп жүр. Ол былай деп айтты: үкімет қаншалықты қиын болса да жаппай үнемдеуге көшіп, бюджет қаржысын тек қана аса өзекті мәселелерді шешуге жұмсау керек. Көрпеге қарай көсілетін уақыт келді, орынсыз шығынды тоқтатып, аяғымызды тартып басу керек. Президент Тоқаев көрпеге қарай көсілу тіркесін соңғы жылдары үлкен жиындарда кемі 3 рет қолданды. Былтыр қыркүйек айындағы халыққа жолдауында да ол мемлекет қаржысының тұрақтылығын қамтамасыз етудің бірден бір жолы көрпеге қарай көсілу. Сондықтан бюджет қаражатын стратегиялық маңызы жоқ, аса шұғыл емес шаруаларға оңды-солды шашуды доғару керек деген. Осыған ұқсас сөзді Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылдың қаңтар оқиғасынан соңында айтқан. Сол жылы қыркүйектегі жолдауында ұлттық қордың қаражатын тиімсіз жұмсау тоқтатылады дей келе тағы да осы көрпеге қарай көсілуді ескерткен. Біз көрпеге қарай көсілу қажет екендігін ұмытпауымыз керек. Бюджет саясатына реформа жасалады, ақырғы нәтижені де дөп басуымыз керек. Бюджет кодексінде шекті нормативтер бекітіледі. Оны бюджетті жоспарлау және орындау кезінде міндетті түрде ұстану керек дейді Қасым-Жомарт Тоқаев. Биыл Қазақстанда кедейлік шегінен төмен деңгейде өмір сүретін азаматтардың саны 2 есе артады деді. Әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Олжас Анафин.
Оның 24 қаңтар күні мәлімдемесіне қарағанда, былтыр атаулы әлеуметтік көмекті 413 мың адам алса, биыл бұл көмекке мұқтаждардың саны миллионға жетуі мүмкін. Отбасына келетін жалпы табысты сол үйдің әр адамына шаққанда, күнкөріс минимумының 70%-нан аз ақша тисе, мемлекет атаулы әлеуметтік көмек береді. Күнкөріс минимумы деген Қазақстан үкіметі әр айда адамға ең керек деген тауарды сатып алуға жететін соманы айтады. Бұл биыл 46 мың теңге болды. Мәселен, 3 балалы ерлі зайыптының табысы осы бесеуіне шаққанда 32 мың теңгеден аз болса, үкімет бұл үйге атаулы әлеуметтік көмек тағайындайды. Әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафиннің сөзінше, биыл министр елде болатын қымбатшылық пен коммуналдық төлемдердің өсуі әсерінен күнкөріс минимумы өзгереді. Ал бұл атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаждардың саны арттырады деп болжап отыр. Вице-министр көмекке мұқтаждар 2 есе көбейіп миллионға жететінін, сәйкесінше жәрдемақыға бөлінген бюджетте 39 миллиард теңгеден 133 миллиардқа, яғни 3 есе артатынын айтты. Естеріңізде болса, атаулы әлеуметтік көмек ережесі 2019 жылы Астана іргесіндегі уақытша баспанада бір отбасының 5 қызы өртеніп кеткен трагедиядан соң өзгеріп, әр балаға берілетін төлемде артқан. Бірақ бұрынғы және қазіргі президенттер қоғамда масылдық көңіл күй күшейді деген мазмұнды бірнеше мәлімдеме жасаған соң, жәрдем шарттары қатаңдай түскен еді. Күнкөріс қиындағаннан үкімет те халықта мойындайды. Бірақ жақсылықтан ешкім күдер үзбесе керек. Билік жұртты үнемшіл болуға шақырады. Уақытша қиындықтарды еңсеру үшін елде экономикалық реформалар жүріп жатқанын айтады. Экономист Мақсат халықтың қымбатшылыққа шағынатындай жөні бар дейді. Ол азаттықтың үкіметтің қымбатшылыққа қарсы әрекетін қалай бағалайсыз? Қазіргі бастамалар елді қымбатшылықтан құтқара алады ма деген сұрақтарға былай деп жауап берді. Сарапшының сөзінше, елдің табысы артпаса, күн көрісі қиындай береді. Қазіргі уақытта қымбатшылық халықты қысып бара жатыр деп айтуға толық негіз бар. Азаматтарымыздың табысы әрі кеткенде 5%-ның деңгейінде ғана өсіп жатыр. Соңғы жылдарда халықтың табысының өсімі сондай ғана, ал инфляция 10%-ның деңгейінен түскен жоқ. Бұл деген сөз, инфляция өте жоғары, ал халықтың табысы төмен. Жыл өткен сайын халықтың төлем қабілеті нашарлап жатыр деп айтуға негіз бар. Ал енді мынау соңғы шешімдерге қарайтын болсақ, қосылған құн салығына да қатысы болсын, оның барлығы тіптеп келгенде 2 есе қымбатшылықты алып келеді. Бұл жағдайға халқымыз дайын емес. Әрине, салықтарды өсірген дұрыс, бірақ оған бірте-бірте ондаған жылдар бойы келу керек еді, дейді экономист Мақсат. Қымбатшылықты біз де көріп, сезіп отырмыз, дейді мәжіліс депутаттар. Кейбірі бұған ескі Қазақстанды кінәлайды, енді бірі алдын алмады деп қазіргі үкіметті сынайды. Қазақстанда орта табыс қанша? Халық қанша табыс тауып отыр? Жұрт жалақысын көбіне қайда жұмсайды? Елдегі кедейлер үлесі қанша? 2024 жылы Қазақстан президентіне тікелей қарайтын статистика бюросы ірі кәсіп орындар мен шағын орта бизнесте жұмыс істейтін 3,5 мың жұмысшының жалақысын зерттеген. Сөйтіп, мынадай қорытындыға келген. Қазақстанда медиандық жалақы мөлшері 285 мың теңге, яғни елде жұмыс істейтін адамның көп алатын жалақының орташа шамасы осындай. Демек, көп адамның айлығы 285 мың теңгеден көп те емес, аз да емес, осы шамаға жақын. Біліктілігі төмен азаматтар арасында ең көп таралған жалақы 97 мың теңге болған. Орта білімі бар қызметкерлердің орташа жалақысы 262 мың теңге. Жоғары білімі бар адамдардың орташа айлық табысы көбіне 438 мың теңге. Статистика бюросының зерттеу қорытындысы бойынша елде жұмыс істейтін адамдардың тек 4% 1 миллион теңгеден көп табыс табады.
7% 600-900 мың теңге арасында айлық алады. Ал 36%-ға жуығының жалақысы 300-600 мыңның арасында. Тағы 35% 150-300 мың теңге табыс табады, 12% 100-150 мың теңге, 6% 100 мыңнан аз айлық алады. Бұл ресми органның дерегі екенін есіңізге салайық. Қазақстанда кедейлер көп. Өңірлер Түркістан, Абай, Жетісу және Маңғыстау облыстары. Осы өңірлерде тұратын отбасылардың 10%-ға жуығы 43 мың теңгеден аз ақшаға күн көріп отыр. Кейінгі 10 жылда елде кедейлер саны 2 есе артқан. 2014 жылдың кедейлік шегінде өмір сүретіндер 2,9% болса, былтыр 2024 жылы олардың үлесі 5,4% болған. Бұл қазір елде миллионнан аса адамның айлық табысы 43 мыңнан аз дегенді білдіреді. 2024 жылы 3-ші тоқсанындағы есеп бойынша Қазақстанда бір адамға орташа есеппен айына шамамен 296 мың теңге шығын кетеді. Бір жыл бұрынғымен салыстырғанда бір адамның шығын көлемі 9%-ға артқан. 296 мың теңге шығынның 50%-ын азаматтар азық-түлікке жұмсайды. Алматы, Атырау, Жамбыл, Жетісу, Түркістан облыстарының тұрғындары жұмсайтын ақшаның 60%-ы тамаққа кетеді екен. Шығынның 24%-ы киім-кешек, дәрі-дәрмек сияқты тұрмыстық заттарға жұмсалады. Қазақстанда кейінгі 3 жылда коммуналдық төлемдер үздіксіз өсіп келеді. 2023 жылы 20%-ға, 24 жылы 21%-ға, ал 2025 жыл басталғалы 25% қымбаттаған. Мұны үкімет жылдар бойы жөнделмей әбден тозығы жеткен коммуналдық инфрақұрылымды жөндеуге қаржы керек деген уәжбен түсіндіреді. Осы күндері әлеуметтік желіде біраз адам коммуналдық қызмет ақысы қатты өскеніне шағым айтып жатыр. 28 қаңтарда үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Тоқаев тарифтерді нарыққа сай реттеу керек деді. Өйтпеген жағдайда электр энергиясы, су және жылумен уақытылы қамтамасыз ету мүмкін болмай қалады деді. Президенттің сөзінше Қазақстанда тарифтер тмд елдерімен салыстырғанда әлде қайда төмен екен. Ал бұл экономикадағы тепе-теңдікті бұзады. Бұған дейін 24 қаңтарда вице-премьер Қанат Бозымбаев Қазақстандағы жылу жүйесінің 90%-ның тозығы жеткенін айтқан. Су мен энергетика құбырлары да әбден ескірген. Тарифтерді қымбаттату арқылы үкімет осы желілерді жөндегісі, жаңартқысы келеді. Сарапшылардың сөзінше коммуналдық тарифтер биыл тағы да өсе бермек. Оған биліктің қосылған құн салығының артуы да әсер етпек. Коммуналдық төлем сізге қалай әсер етіп жатыр? Қымбаттағаны білінді ме? 1 ақпаннан бастап Қазақстанда сұйытылған газдың шекті бағасы да өседі. Үкімет есебінше бөлшек саудадағы құн 10%, ал көтерме саудада 15% қымбаттайды. Бұдан бөлек билік бензин мен дизель бағасын реттеуден ресми түрде бас тартты. Яғни ақпан айынан бастап жанар-жағармай бағасын нарық реттемек. Алайда энергетика министрі Алмас Сатқалиев баға өсімі бірден емес, кезең-кезең жүргізілетінін айтты. Кейбір сарапшы үкіметтің бұл шешімі бағаның күрт өсуіне әкеледі деп, сөйтіп АИ 92 маркалы бензин 400 теңгеге жетуі мүмкін деп болжаған. Бірақ Сатқалиев оған жол бермейміз деді. Оның сөзінше, бастапқы сатыда бензиннің құны 5 теңгеге көтеріліп, 200 теңге болуы мүмкін.